Ұлттық банк Астана халықаралық қаржы орталығының қатысушыларын 50 жылға салықтан босатуды ұсынып отыр. Бүгін парламент қабырғасында жаңа институттың жұмысын қадағалайтын конституциялық заңның жобасы талқыланды. Яғни олар қаржы және қосымша қызметтердің түсетін корпоративтік табыс салығы, шетелдік қызметкерлердің еңбек ақысынан келетін салық мүліктік және жер төлемінен құтылмақ. Ұлттық банк төрағасының орынбасары Нұрлан Құсайыновтың айтуынша, қаржы орталығы ата заң нормаларын сақтай отырып, Англия және Уэльс елдерінің құқықтық стандарттары бойынша жұмыс жасайды. Шетелдік инвесторлардың құжат айналымы ағылшын тілінде жүргізіледі. Қазақстан Біріккен Араб Әмірлігімен бірлесе құрмақ институт 2018 жылдың орта шенінде жұмысын бастайды. Ал оған дейін халықаралық сот құру, заңнамалық нормаларды реттеу, кадрлар жасақтау жұмыстары жүреді. Участников мы предполагаем, что крупные. Салықтан босатудан басқа да жеңілдіктер бар. Қазақстан азаматтығы жоқ шетелдіктер қаржы орталығының қызметкерлері болса, оның отбасы мүшелері 5 жылдық мерзімге виза ала алады. Интеграциялық ұйымға мүше елдер Біріккен Араб Әмірліктері, Малайзия, Сингапур Республикасы мен Монако князьдығының азаматтары біздің мемлекет аумағында 30 күнтізбелік күнге визасыз жүру құқығына ие болады.